Барлықтарыңыз сәлем жақсыларың, сенімен бірге Франекке және бүгін видеоға идея қалай пайда болады деген сұраққа өз ойымды айтатын боламын. Егер сен видео түсіргің келсе, по-любому идея іздейсің. Әрине біреулер сізге өзін ойлап тап, біреудікін ұрлама деп жатады. Ал егер идея жоқ болса, идея ұрлағанда дұрыс. Себебі ешқашан сенің жасаған сол адамдікінің 100% ұқсас болмайды. Шет елден ұрла. Себебі шет елдегі тренд бізге кешігіп келеді. Сондықтан да сенде қазақтардан арасында сол идеяны ең бірінші қолданушы бола аласың. Және өз көрермендеріне не қалайтынын сұраған дұрыс. Ал сіздер менен не қалайсыз? Видео өте қысқа болуы мүмкін, бірақ ең керегін айттым деп ойлаймын. Сенімен бірге болған сенің сүйіктің Франекке не істеу керектігін өздерің білесіздер. Келесі кездескенше сау.